Ассалаумалейкум ағайындар. Менің осы ролигім осы автомобиль жайлы болмақ бүгін. Golf тройка. Бұл жерде айтайын деген жағдайым. Мына жерге мынадай ручной жасап қойған. Ескі машиналарда көп кездеседі бұндай нәрсе. Бұл вентиляторге включатель. Қолмен ручной басасың, қосылады вентилятор. Қайтып ағытып қоясың. Кейде ұмытып кетесің, аккумулятор отырып қалады. Сондықтан мен қазір басқаша мынандай термостат қояйын деп тұрмын. Үйге домашнийге арналған. Қазір жалғап әкеп қойдым. Қазір осыны әзірге жалғайтын боламыз. Мынаны алып тастаймыз. Өзі автомат түрде жұмыс жасайтын болады. Мына машинада осыдан 3 жыл бұрын қойғам өзім. Осыда жұмыс жасап тұр. Міне минусовой жалғанды. Термостат қосылды. Енді мынаны мына магнитін. Бұны любой мынандай жаңа термостаттан шығатын жылы су көтерілетін жерге осындай қамытқа осылай жапсырып қойсаңыз болды. Минусовой жалғанды. Қосылды. Жақтың бәрі жалғанып тұр. Енді тексеру үшін градусты төмен қарай бұраймыз. Сіз керекті градусқа қоя бересіз бұлай 70-80 градусқа. Ал ағайындар, видеоны түсіну үшін толықтай көріңіздер. Біздің машинамыз болды. Құрметті ағайындар, мына жерде термостат кәдімгі отоплениеге жалғайтын градуспен қойыла береді. Қандай градус болса да сол бойынша жұмыс істейді. Мына басы магнитный. Любой ыстық подача шығатын жерге жабыстырып қоясың. Темірден болды. Енді біз бұны переделка жасап, жаңағы машинаның, автомобильдің вентиляторына қосатын боламыз қазір. Оған керекті заттар осы реле. Мынау 2250 теңге тұрады. Мынау предохранитель универсальный. Мынау реле 4 контактылы. Қазір мынау ішін ашам. Сосын тағы көрсетем. Міне ағайындар, мына жердегі ішін аштым. Бұл 220-ға арналған негізі. Біздікі автомобильдікі 12 вольттық. Бұл енді іші 12 вольтқа арналған негізінде. Просто мынандай азайтып беретін реле болады. Алғаш шыққандарында кәдімгі обычный реле болатын. Мына жанында тұрады, оны алып тастай салатын тұғымыз. Сөйтіп прямой жалғап жереміз мына тоқты. Бұл жерде қазір мынадай тоқты азайтып беретін қойған екен, транзистор сияқты. Біз осыдан таптық. Өйткені арқасында қазір мынау тығылатын шнурымыз. 220-ға тығылатын шнурына басына белгісін кетіп тастадым. Енді мына жерден қарасақ, тексеріп көреміз қазір. Біз мынау тоқты азайтып беретін датчигі. Енді осыған қазір мен прямой тигізіп көрем. Сонда мына свет жану керек. Қазір мына жерде аккумуляторге 12 вольтқа қосып қойдық. Енді мына ақ тоқ, мына жерде плюсовой жалғанды. Минусовойды мына өзінің проводасына жалғадық. Енді мына жерден тигізіп көрем. 12 вольтпен өзі жұмыс жасап тұр бұл. Енді біз мына жерден алып тастаймыз. Сөйтіп осы жерге мынаның шнурын
мына 220 арналған тоқты алып мына жерге жалғаймыз уже. Сосын арқысын қазір тағы да көрсететін боламын. Міне құрметті ағайын, жалғап қойдық. Бұл жерде түсіндіретін нәрсе, міне мына қызыл жаңа азайтып беретін тоқты. Мынау бұрынғы орны кесіп тастадым. 220 осы жерге келген. Бұны ешқандай ағытқан жоқпыз, жаңағы пайканың болмауына байланысты. Сөйтіп мына жаққа жалғай салдық, просто так. Міне қазір яқтан аккумулятор қосылып тұр. Уже жұмыс жасап тұр бұл. Міне градусты азайтам, қосылды. Мынаның ішінде реле бар. Мынау сияқты реле. Сол уже команда береді на градусқа. Уже азайтсаң жұмыс істейді, міне. Тық жұмыс істеп тұр. Енді бұны изоленттеп жақсылап қазір тағы да көрсетемін. Міне мына жерде көрініп тұр ма? Міне мына екеуі прямой 12 вольттан аккумулятордан алынатын ток жалғанады. Мынадан уже вентиляторға ток кетеді. Ал бізге қызмет ететін мынау. Осы релені қосуға. Енді біз қазір тексеріп көреміз. Мына жерде 86, 85 деп тұр. Міне мына екі шеткісі. Осы екі шеттегі тоқты біз қазір мынаған тигізіп көреміз. Қайда кетті? Ішінен сиям екен. Мынаған тигізсем болады екен. Так, мына екі шеткісі. Розетка тығылатын жері бар. Өзінің осыған тығып, просто проверкаға көреміз қазір. Енді аккумуляторға тигіземін. Міне 12 вольтқа жалғанып тұр. Реленің бастапқы 220 кеп тұрған жеріне қиып тастадық. Сөйтіп мына шетінен қайтып орны питание беріп қойдық. Енді қазір жаңа филкасына, филка тығылатын жерге филкасы жалғап, уақытша релені тексерейін деп отырмыз. Осы реле қосса, мынау уже реледен вентиляторға ток шығарамыз. Міне қазір мен градусты азайтам, сол кезде қосылу керек бұл. Міне қосылды. Міне қосылып тұр. Болды, осы бойынша қазір мынаның ішіне жинаймыз. Мына жерде сары екі провода розеткеге барып тұрған. Розетканың орнын бәрін алып тастадық. Міне розеткасы. Екеуі релеге қосылды қазір. Енді мына екі запаста тұрған екі ток, біреуіне прямой аккумулятордан ток келеді. Оған мынандай предохранитель алғанбыз, 30-дық. Обязательно 30-дық керек, сосын тоғы жуан болу керек осындай. Енді қазір осының ішіне бәрін орналастырамыз. Предохранительді сыртынан ауыстыра беретін қылып жасап қоямыз. Реле ішінде қалады. Осылай жинаймыз қазір. Бұл жерде релені түсінбесеңіздер, мына жерде көрсетіп тұр 85-86 деген сипырға. Мына жақта астында да бар сол сипыр. Соған мына екі сары ток жалғанады. Плюс-минус бұл жерде ойнамайды. Қалған 87-36
Осы мына екеуі міне. Біреуін главный тоқ бересіз. Біреуінен тоқ вентиляторға прямой барып жалғанады болды. Бұл жерде түсінбейтін артық зат қалмады деп ойлаймын. Міне сырттан аккумулятордан келетін предохранитель. Мынаған жалғанды релеге плюсовой. И мына термостатымызға келетін көкпен қоңыр тоқ 12 вольттық. Оның біреуін алып тастадық. Мына жерден жалғанған. Бұны әкеп мынаған қостық. Өйткені сыртқа бізге екі-ақ тоқ шығаруымыз керек. Мына жерде көп тоқ болып шықпайды да сонда. Енді өзіне термостатқа келіп тұрған тоқтың апарамызда любой денесіне масса қылып алдық бұны. Мынаны плюсовой деп алдық қазір. Или аккумулятордың минусына жалғасаңыз болады. Сонда үшінші тоқ мына жерде бізде біреу қалды міне. Бұл мына прямой тоқты вентиляторға апарып жалғап тастайды. Вентиляторда қосады. Міне құрметті ағайындар, предохранительге плюсовойға мынаяққа бір тоқ шығардық. Бұл енді вентилятор тоқты көп тартатын болғандықтан біздің проводамыз жіңішке болып тұр. Сондықтан екі проводаны бір провода ретінде жалғадық. Мынаяқта 30-ық предохранитель. Енді біреуін аккумуляторға жалғаймыз. Мына жерден шыққан. Біреуін вентиляторға жалғаймыз. Үшінші просто так кузовқа жалғанады. Или минусовой аккумуляторға жалғанады болды. Құдай қаласа сонымен арғай жұмыс жасап тұратын болады. Міне ағайындар жинап қойдық. Магниті. Мына жерден біреуі аккумулятордан плюсовой, біреуі вентиляторға. Плюсовой вентиляторға. Біреуі просто кузовқа минусовой болып жалғанады болды. Қалғаны мына жерден градуспен қойыла береді. 50 градус, 60 градус, 70 градус. Қазір қосатын боламыз. Сосын қалғанын түсірем тағы. Енді бұл жаңағы орыс ойындағын сеттегендей нәрсе емес. Просто қазіргі релелер өз басымнан өткен. 3-4 реле ауыстырдым машинада. Китайский реле деп жаңа гарантия бермейді. Вентилятор айналмай қалады автомобильде. Сондықтан осыны жасаған болатынмын. Бұл жерде предохранительді сыртына қойдым әдейіге. Өйткені бұл күйіп кететін зат. Нагрузкіде крышкасын жауып қоямыз. Күйіп кеткен жағдайда сыртынан ауыстыра береміз. Болды. Бір жерге жақсылап орнатып қоямыз. Сонымен тұра береді. Бұл гарантияның жұмыс жасау. Өзімнің тестінен өтті. 3 жыл бойы тұр. Сондықтан сіздермен бөлісіп жатқан жағдайым бар. Кімге қызық. Видеоны толықтай көріп, түсініп алсаңыздар болады. Арна видео ұнаса, лайк басып, подписка жасап отырыңыздар. Және де коммент қалдырып қойыңыздар. Міне ағайындар, мынаны ішке кеткен ключальдерге алып тастадық екі сымды. Мынаның плюсовой реледен шыққан сымды плюсовойға жалғадық. Енді реледен термостаттан шығатын плюсовойды вентиляторға жалғап отырмыз. Вентиляторға жалғаймыз. Енді бір сымы қалды. Оны минусовойға жалғаймыз. Бір сымы жерде тұр. Минусовой жалғанды. Қосылды. Жақын бәрі жалғанып тұр.
енді тексеру үшін градусты төмен қарай бұраймыз. Сіз керекті градусқа қоя бересіз, былай 70-80 градусқа. Бұл неге десеңіздер, мына датчик кейде жұмыс жасайды, жұмыс жасамайды. Өз судың датчигі. Барсаң китайский затқа гарантия жоқ деп шығарып салады, сонымен осындай зат қолдануға тура келіп тұр. Ал совет болса, лайк басып қойыңыздар, коммент жазып қойыңыздар. Міне собой жалғанды, термостат қосылды. Енді мынаны, міне магнитін, бұны любой мынандай жаңа термостаттан шығатын жылы су көтерілетін жерге осындай қамытқа осылай жапсырып қойсаңыз болды. Нөлге түсіріп бір бұрыш вентилятор қосылатынын көрейік. Газ бұрайды.